Ахаң ашқан қазақ мектебі, ахаң түрлеген ана тілі, ахаң салған әдебиеттегі елшілдік ұраны, 40 мысал, маса, қазақ газетінің 1916 жылдағы қанжылаған қазақ баласына істеген еңбегі, өнер білім, саясат жолындағы қажымаған қайратын біз ұмытсақ та, тарих ұмытпайтын істер болатын. Ахмет Байтұрсынұлы қазақ тіл біліміне қандай терминдерді енгізді? Ахмет Байтұрсынұлы қазақ тілі мен әдебиетіне сіңірген еңбегі орасан зор. Оның тіл құрал еңбегінде әлі күнге дейін қолданылып келе жатқан зат есім, есімдік, сын есім, сан есім, жұрнақ, жалғау, буын, екпін сияқты терминдерді енгізді. Оны біз әлі күнге дейін қолданып келеміз. Ахмет Байтұрсынұлының мысалдары туралы не білесіз? Қарапайым халықты ояту, саналарына, жүректеріне әсер ету мақсатында ақын көп іздене бастайды. Сонымен ол орыс әдебиетінің туындыларын аударамын деп шешеді. Бұрынғы ескі ертегі емес, енді ол жаңа форма іздей бастайды. Сонымен жан жануарларды мысалға ала отырып, бүгінгі әлеуметтік таңдағы мәселелерді қозғай отырып, ол Крыловтың аудармаларын 1909 жылы Петербургте 40 мысал деген жинақпен жарыққа шығарады. Ахмет Байтұрсынұлының адамдық диқаншысы мысалынан үзінді келтіре кетейін. Адамдық диқаншысы қырға шықтым, көлі жоқ, көгалы жоқ, құрға шықтым. Тұқымын адамдықтың шаштым, ектім, көңілін көгертуге құр халықтың. Ахмет Байтұрсынұлының қандай еңбектерін білесіз? Ахмет Байтұрсынұлы еңбектері дегенде ең алдымен қазақ әліпбиін және ана тілін құрастырғандығын атап өтуіміз керек. 1909 жылы ең алғашқы еңбегі орыстың атақты мысалшысы Крыловтан аударған мысалдарының жинағы 40 мысал жарық көреді. Қалың ұйқыда жатқан халқын маса болып ызыңдап ояту мақсатында маса атты өлеңдер жинағын жарыққа шығарады. Сондай-ақ тіл құрал еңбегі арқылы қазақ тіл білімінің негізін салды. Ұлт ұстазының мәдениет тарихы, әдебиет танытқыш еңбектері қазақ әдебиеті мен мәдениетіне қосқан зор еңбегі деп айта аламыз. Әдебиет танытқыш еңбегі туралы не айта аласыз? Әдебиет танытқыш қазақ әдебиетінің озық үлгілерінің бірі. Әдебиет танытқыштың құрылымдық ерекшелігі арнайы үйреншікті тәсілмен емес, жалпыға ортақ оңай тәсілмен суреттеледі. Мәселен, роман, повест, әңгімені түсіндіруде ерекше тәсілдерді қолданған. Мысалға, романды ұлы әңгіме, повестті ұзақ әңгіме, әңгімені ұсақ әңгіме деп, оның форматы мен тақырыбын бірге түсіндіріп кеткен. Ахмет Байтұрсынұлы шығармашылық жұмысын өлең жазудан бастаған. Онда ол еңбекші халықтың ауыр халін, арман тілегін, мұң-мұқтажын көрсетіп, жұртшылықты оқуға, білім ғылымға, рухани биіктікке, адамгершілікке, мәдениетті көтеруге, еңбек етуге шақырады. Патшалық Ресейдің отаршылық саясатын, шенді шекпенділердің алдында құлдық ұрған шенеуліктердің опасыздығын сынады.